Яғни педагогикалық шеберлік орталығын немесе біліктілікті арттыруға барған кезде менің еңбек ақым артады деген тұрғыда. Сондықтан бала ойлайды, значит телефон деген жақсы нәрсе екен. Өйткені жаман болса ол неге әкесі қарайды, неге шешесі қарайды, неге атасы қарайды. А білімге келгенде бізде талғам жоқ. Қазақта мынандай сөз бар ғой, ауру қалса да әдет қалмайды. Қазақтың барлығы уақытты кешігіп жүреді. Оны жасамаудың сылтауын іздемеу керек. Жасаудың сылтауын іздеуіміз керек. Сен жұмыс іздеме. Жұмыс сені іздейтін болсын. Есенсіздер ме, қадірменді мұғалімдер бөлмесінің тұрақты көрермендері. Өздеріңізбен бірге мен Балғын Жүрсінқызы. Ал біздің бүгінгі санымыздың шығарылымның қонағы педагогикалық шеберлік орталығының жетекшісі, география ғылымдарының кандидаты ұстаз Берік Асубаев мырза. Аға, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы, жақсы. Біздің төрімізден табылғаныңызға көптен көп алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Енді әңгімемізді, сұхбатымызды бастамас бұрын, осы мұғалімдер бөлмесі бағдарламасының бас демеушісі, ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығына алғысымызды білдіреміз. Ал аға, әңгімемізді бастасақ, жалпы осы педагогикалық шеберлік орталығы жайлы біздің көрермендерге мәлімет беріп кетсеңіз. Негізінен менің істейтін мекемем бұл Алматы қалалық педагогикалық шеберлік орталығының филиалы. Негізінен педагогикалық шеберлік орталығы 2012 жылы құрылған. Астана қаласында негізгі бас бөлімі Астана қаласында, жалпы республика бойынша барлық облыс орталықтарында педагогикалық шеберлік орталығының нелері бар, филиалдары бар. Енді Алматы қаласындағы филиалдың ерекшелігі бұл жерде осы оңтүстік регионның мектеп басшылары оқиды бұл жерде, және Алматы қаласының мұғалімдері оқиды барлық пәндер бойынша. Енді 2012 жылдан бері көптеген мұғалімдер өздерінің біліктіліктерін арттырды. Қазіргі соңғы кездерде біз мына жаңартылған білімге байланысты 16 жылдан бастап жаңартылған білімге байланысты барлық пәндер бойынша курстар өткізіп жатырмыз. Осы 20 жылдан бері сол курстардың көпшілігі қазір онлайн режимге өтті. Жақсы. Жалпы орталықтың мақсаты, бағыты қандай қазіргі таңда? Негізгі мақсаты, яғни бұл педагогтердің шеберлігін арттыру мақсатында. Бұл басында құрылған кезде Назарбаев зияткерлік мектептерінің мұғалімдер үшін құрылған болатын. Бірақ бағдарламалардың құндылығына қарай жалпы республикалық деңгейде барлық мұғалімдерді оқытатын орталыққа айналды. Негізгі мақсаты бұл жаңа әдіс тәсілдерді, жаңа оқытудың тенденцияларымен, жалпы бүкіл әлемде болып жатқан қандай іс тәжірибелер болып жатыр, педагогикалық салада қандай жаңалықтар болып жатыр, осыларды мұғалімдерге үйретеміз. Және одан бөлек тағы да Назарбаев зияткерлік мектептерінің іс тәжірибелерін Қазақстанның орта мектептеріне тарату мақсатында да құрылған болатын. Қазіргі кезде енді мұғалімдер әртүрлі осындай орталықтарға барады, курстардан өтеді, сертификат алып жатады. Соның біразы енді әртүрлі пікір бар ғой. Сол сертификатты алып, қандай да пайыз жалақыма қосылса деген ниетпен деп жүреді дейді. Ал енді кейбір оған келіспейді. Сіз қалай ойлайсыз? Бұндай жағдайлар болады әрине. Өйткені мынау педагогикалық шеберлік орталығы деңгейлік бағдарламалар болған кезде, бірінші деңгейде оқыған мұғалімдер 100% үстеме ақы алған, екінші деңгейде оқығандар 70% үстеме ақы алды, үшінші деңгейде оқығандар 30% үстеме ақы алған. Одан кейін жаңартылған білімге байланысты кірген кезде де 30% еңбек ақылар көбейді. Содан кейін осындай бір ассоциация болды ау мұғалімдердің арасында. Яғни педагогикалық шеберлік орталығын немесе біліктілікті арттыруға барған кезде менің еңбек ақым артады деген тұрғыда. Но негізінен ол негізгі мақсат ондай емес. Негізгі мақсат мұғалімнің біліктілігін арттыру керек. Әр мұғалім осыны түсіну керек. Ол сертификат үшін ғана емес, яғни бұл жерде негізген білім алу үшін және дағда қалыптастыру үшін негіз болу керек. Жақсы. Орталықта енді мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарынан басқа қандай формаларда үйрету, бір әдіс тәсілдер көрсетіледі? Енді курстардан бөлек біздерде енді қазір мысалы курстан кейінгі қолдау бар. Курстан кейінгі қолдау, яғни курстан оқып кеткен мұғалімдерге немесе басшыларға сол мектептеріне барып
педагогикалық шеберлік орталығының тренерлары солармен жұмыстарына бағыт бағдар береді, яғни істеп жатқан жұмыстарына бағыт бағдарлар береді. Одан бөлек педагогикалық шеберлік орталығы негізінен әлемде сабақты зерттеудің, яғни lesson study деген әдіс бар, немесе осы lesson study'дің ассоциациясы бар. Осы ассоциацияның Қазақстан мүшесі, яғни осы педагогикалық шеберлік орталық соған мүше. Сондықтан осы сабақты зерттеу бойынша да біраз жұмыстар істелінеді. Ол курстан кейінгі уақыттарда мысалы жыл бойы жүргізіледі жұмыстар, мектептерге басшылық жасалынады осы сабақты зерттеу бойынша. Ең соңында жылдың соңында әрбір аймақтарда осындай lesson study немесе сабақты зерттеудің конференциялары болып аяқталып отырады әр айда, әр жылда соңында. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, тренерлер деп. Жалпы педагогикалық шеберлік орталықтарына тренерлерді қызметке алған кезде қандай да бір критерийлер қойыла ма? Талаптарға сай болу керек деген сияқты. Әрине. Соларға тоқталсаңыз. Мысалы, мектеп басшыларының курс бағдарламасында болатын тренерлер бірінші кезекте мектеп басшысы болу керек, мектеп басшысы болып қызмет атқару керек болған. Яғни ол мектеп директор немесе орынбасар болуы мүмкін. Және тәжірибесі де болу керек. Мұғалімдермен жұмыс жасай алу. Өйткені үлкен адамдармен, яғни ғылымда, педагогика ғылымда андроидика ғылым дейді, яғни үлкен адамдармен жұмыс жасай алатын болу керек. Өйткені оқушымен жұмыс жасау, баламен жұмыс жасау дағдысы бөлек, үлкен адаммен жұмыс жасайтын дағды бөлек. Ал енді бұл білім жағына, кәсіби жағына келеді. Жалпы жұмысқа қабылдаған кездегі негізгі талаптардың бірі, менің бір ағам айтып еді, мен негізінен былай бұл жұмысқа дейін адам жұмысқа алып басшы болып істемегем. Сондықтан осы жұмыс мен негізінен бірінші қызметім басшы болып, яғни адамдарды жұмысқа алу. Өйткені бұндай адамдарды алу, белгілі бір тренерді қабылдау жұмысқа үлкен шешім. Оған ойлану керек. Сол кезде осы салада істеп жүрген бір ағам маған мынандай айтқан. Бірінші кезекте ол жұмысқа алатын тренердің адами қасиетіне қара деді. Білімнен бұрын? Білімінен бұрын адами қасиетіне қара деді. Егер оның адамгершілігі жоғары, жақсы болатын болса, оны жақсы маман қылып тәрбиелеуге болады. Егер де керісінше білімі жақсы, бірақ адамгершілігі төмен болатын болса, одан жақсы маман шықпайды деген. Мен осы қағиданы алып, үнемі осыны ұстанып, жұмысқа алған кезде осы тұрғыда алдым. Қазір Құдайға шүкір, бізде істейтін Алматы қалалық педагогикалық шеберлік орталығында істейтін тренерлердің барлығы өте керемет, өте тәжірибелі, өте жақсы тренерлер. Оны мен өзіңіз сияқты педагогикалық шеберлік орталығынан оқыған, немесе басқа ұстаздардан көп сұрап біліп жүрем. Өте жақсы пікірде. Сондықтан мен ойлаймын, осы маман алуда жаңағы қағида дұрыс қой деп ойлаймын. Иә, мен де келісемін, себебі адамгершілік, кішіпейілділік, қарапайымдылық барлығынан да маңыздырақ деген дұрыс пікір деп ойлаймын. Ал енді өзіңіз бұндай орталықты басқару екінің бірінің қолынан келе бермейді. Себебі жауапкершілік өте жоғары. Біліміңізді, біліктілігіңізді қалай жетілдіріп отырасыз? Енді жаңа бірінші әркімнің қолынан келе бермейді дегенге келісе қоймаспын. Неліктен? Себебі әрине жауапкершілік өте жоғары, талап өте жоғары. Сондықтан да кейде мен ойлаймын, менің орныма да басқа адамдар болуы мүмкін. Басқа адамдар да осы қызмет істей алуы мүмкін деп. Әрине бұл жердегі ең негізгі талаптың бірі менің ойымша жауапкершілік, өзінің ісіне деген жауапкершілік. Өйткені адам жауапкершілік болатын болса, ол айналасында жүрген өзінің әріптестеріне деген жауапкершілік өте жоғары болады. Сондықтан да талапшыл болу керек. Енді жаңа екінші сұрағыңыз, өз біліміңізді қалай жетілдіресіз дегенде, мен ылғи мынаны айтамын. Бізде педагогикалық шеберлік орталығында тренерлердің, жалпы біз осы жерде істейтін мамандардың біліктілігінің жоғары болуының негізгі бір себебі, біз жиі курстарға көп барамыз. Өзіміз көп оқимыз. Яғни бізді көп оқытады, біз басқа курстарға көбірек қатысамыз. Ол біздің елімізде ме, әлде шетелдік курстарға ма?
шетелдік курстарда болады, бірақ енді соңғы кездерде ол өте аз. Алғашқы кездерде әрине болған, жылына 1 рет, 2 рет шығатын курстар болған. Но бірақ бізде өзімізде өтетін. Мысалы, шетелдік мамандарды шақыру арқылы, немесе өзіміздің қазақстандық мамандар арқылы өзіміздің біліктілігімізді көтереміз. Қазір соңғы кездерде тренерлардың деңгейінің жоғарылығы сонда біз біріміздің деңгейімізді біріміз көтеруге, бір-бірімізге осындай жаңағы ықпал етіп жатамыз. Сондықтан біздің артықшылығымыз сол, біз курстарға көбірек барамыз. Және ол педагогикалық шеберлік орталығында, мысалы осы не айында, желтоқсан айында, жылдың соңында Астана қаласында барлық тренерлер сол жерге жиналып, бірнеше курстар өтетінбіз. Сол жерде тренерлердің арасында бір-бірімен пікір алмасады, өздерімен жаңағы әңгімелеседі, басқа адамдарды тыңдайды. Осындай курстар арқылы негізінен біліктілігімізді арттыра аламыз. Басқа мекемелерден, басқа орталықтардан мен ойлаймын, біздің осы неде біліктілікті арттыру саласында біздің артықшылығымыз сол, біздің көп оқитындығымыз, яғни көп оқитындығымыз, көп нәрсені, жаңа нәрсені білеміз. Яғни ол дегеніміз біздің ашықтығымыз. Біз жаңа нәрсеге ашықпыз. Ол осы мұғалімдердің арасындағы бір жабықтық демейміз, енді ашықтыққа енді қарама-қарсы жабықтық қой, бірақ енді ашық болмауы, адам мұғалімдердің ашық болмауы. Көп жағдайда осы білім деңгейінің жалпы дағдыларының өспей жататын себебінің бірі осыған байланысты болады. Себебі ашық емес. Әр нәрсеге, жаңа нәрсеге ашық емес. Сондықтан мен ойлаймын, негізі адам қай салада жүрсе де ашықтық болу керек. Ашық. Яғни ол жаңа нәрсеге ашық болу керек, жаңа дағдыларға ашық болу керек. Басқа адамдармен сөйлескен кезде солардың пікіріне ашық болу керек. Осы ашықтық, мен ойлаймын, үлкен жақсы жетістіктерге жетелейді деп. Дұрыс айтасыз. Енді жаңағы педагогикалық шеберлік орталығында менің өзімнің түсінігімше кез келген мұғалім барып өзінің біліктілігін арттыра алады, әлде қандай да бір еңбек өтілі болу керек пе? Жас мамандар бара ала ма? Әлде бірнеше жыл жаңағы еңбектенген стаж дейміз ғой? Сондай ұстаздар ғана кіре алады ма? Бұл жерден негізінен біз тікелей курсқа бізге келіп қабылданбайды. Біз тікелей қабылдамаймыз курсқа. Ол білім басқармасы өзі біледі. Алматы қаласындағы 200-ден аса мектеп бар. Сол мектептерде мысалы қанша мұғалім қатысу керек. Мысалы география пәні бойынша осы курста 20 адам келу керек болса, 20 адамды қай мектепте болады, сол мектеп мұғалімдерін жібереді. Бұл негізінен жаңартылған білім беруде барлық мұғалімдер өтуі керек. Ал деңгейлік курстарда, бұған дейінгі ертерек 2012 жылдары басталған деңгейлік курстарда, онда белгілі бір критериялар болған. Сол критерияларға сәйкес болу керек болды. Бірақ онда да оны білім басқармасының бюро бойынша біз курсқа қабылдаймыз. Және біздің міндетіміз сол келген адамдарды, бізге жіберген адамдарды білім беру біздің мақсатымыз. Бізде мысалы таңдау болған жоқ. Бірақ әрине жас мұғалімдерді көбірек, онан кейін әр аудандарда ауданның шеңберінде барлық мұғалімдерді қамтылуға тырысамыз, ол жағдан. Ал енді жас мұғалімдер туралы егерде айтып кетсем, мысалы жас мұғалімдер туралы біз осы биылғы жылы Алматы қалалық білім басқармасымен бірлесе отырып, жас педагог деген осындай бір жоба бастадық. Осы жас педагог жобасында негізінен осы жас мұғалімдерге курстан бөлек жеке тұлғалық дамуларына, методикалық дамуларына, пән бойынша дамуларына, ата-анамен жұмыс жасай алуларына байланысты осындай бір бағдарлама жасадық. Осы бағдарламаның шеңберінде қазір жұмыстар істеп жатырмыз. Кешегі күні бізде осы жас педагогтармен бірлескен конференция өткіздік. Сіздерде менің естуімше, білуімше, ата-аналарға арналғанда курстар қамтылған екен. Соған тоқталсаңыз, нақтырақ. Мынау неге байланысты, пандемияға байланысты онлайн курстар басталды. Өйткені онлайн курстарды оқыту барысында осындай бір курсты ата-анаға арналған курс жасадық. Яғни ол педагогикалық шеберлік орталығы мамандары дайындаған курс болды. Яғни бұл жерде ата-ана оқушымен қалай жұмыс жасау үй жағдайында. Өйткені мынау пандемия кезінде
бәрі анық көрініп жатты ғой. Оқушымен жұмыс жасау өте қиын екендігін үйдегі балалармен. Мысалы менің үйімде 1-ші класста оқитын, 1-ші классқа барған немерем бар, әлі мектепті көрген жоқ. Бірақ 1-ші класс оқып жатыр. Келін балам сол баламен жұмыс жасайды, жаңа немеремен. Мен сыртынан немеремді емес, мен келін баламды ақырын бақылаймын. Қалай жұмыс жасайды екен, не бар екен деп. Ол келін балаға да айттым, осындай курс болады, сол курс тегін курс. Осы курсқа қатыс, осы курстан саған қажетті білім, дағды керек. Өйткені оқушымен, ата-анамен қалай, ата-ана оқушымен, өзінің баласымен қалай жұмыс жасау керек, қандай талаптар қою керек, не істеу керек, психологиялық жағынан қандай болу керек. Өйткені ол барлық ата-ананың мамандығы педагогикалық мамандығы емес. Кейбір ата-аналар бар педагогикалық мамандығы, бірақ көбісінің педагогикалық мамандығы жоқ. Сондықтан ол оқушымен қалай жұмыс жасау керек екенін біле бермейді. Сондықтан осындай бір курс өткіздік, өте жақсы деңгейде өтті курс. Ата-аналар риза, көпшілігі, енді барлығы өткен адамдардың барлығы сертификаттарын алды. Және тегін курс болды ол. Бұл онлайн әлде офлайн? Онлайн болды. Онлайн курс. Себебі бұл біз бұған дейін бізде ата-анаға арналған курс болмаған. Бұл қажеттілік неден туындады? Өйткені онлайнға көшкен кезде ата-аналарда осындай қажеттілік туындады. Балалармен жұмыс жасай алмайды. Жасау өте қиын. Оған қалай көмек көрсету керек, не нәрсе, үй тапсырмасын орындағанда не істеу керек, жалпы сабақ жасап жатқан кезде қалай істеу керек, оған қандай көмек беруіміз керек, оған жаңағындай қандай жаңағы нелерді не айтуымыз керек деген сияқты, талап қалай қоямыз деген сияқты болады. Өйткені мұғалімнің біраз жұмысы ата-ананың мойнына түсті. Сондықтан бұған дейін ондай үлкен қажеттілік болмаған. Бірақ онлайнға көшкен кезде осы қажеттілік болды. Сондықтан осы қажеттіліктерін өтеу үшін ата-анаға арналған осындай курстар өткізілді. Жақсы бастама екен. Енді ата-аналардың көпшілігі естіп, біліп, қатысса деген ойдамыз. Себебі қазір өте қиын. Мұғалімнің қадірін біліп жатыр, бағасын түсініп, енді бұған дейін аса бір еліп ескермейді десек, ол артық емес. Қазір біздің айналамызда көптеген жас ата-аналарды көреміз. Балаларына кітап оқытылмайды. Сіз енді ұстаз ретінде бұл жағдайдан қалай шығуға болатын жолдарын айта аласыз ба? Үй тапсырмасы былай тұрсын, тіпті ертегіге қызықпайтын балалар бар. Жақсы. Енді мен кейбір нәрселерді өзімнің мысалымнан айта берейін. Мен мысалы немерем ең алғаш туған кездегі, бірінші немерем туған кездегі ең бірінші менің алған сыйлығым қазақша үлкен ертегілер жинағы болды. Ол туған кезде бір 10 күннен кейін мен осы ертегіні алып келдім. Сол ертегіні мен немереме оқуға 4 жасынан бастап оқуға тура келді. 4 жасқа дейін оқығам жоқпын. Бірақ 4 жасқа келгенде 4 жылдан кейін мен сол кітаптағы ертегілерді оқи бастадым. Басында әрине тыңдау дағдылары не болды, қиынырақ болды. Бірақ жатар кезде олар екі немеремді жатқызып, екеуіне ертегі оқимын өзім. Олар тыңдайды. Және біз кейде ойлаймыз, олар ертеңді сұрасаң бәрін айтып бере алмауы мүмкін. Біз кейде осыны қажетсінеміз де, бір бала бірден қағып алып, қайтадан қайтып берсе. Оның қажеті жоқ менің ойымша. Ол өзінің мынау түп санасында сіңе береді ол өзі. Ол кітап біткеннен кейін былтыр тағы бір кітап алып бердім. Енді келесі кітапты енді мен оқымаймын, өзінің әкесі мен анасы оқитын болды. Сол кісілер оқиды. Сонда аналар таңғалады, мен кейбір ертегіні алып оқысам дейді, мен бұрын білемін, ата маған оқып берген деп айтады дейді. Білмейді қандай, бірақ қайтадан есіне түседі, жаңғырады. Сондықтан баланы кішкентай кезінен оқуға үйрету керек. Онан кейін баланы жаңағы жатар кезде ертегі оқуға. Ол енді көп жағдайда ата-аналар ерінуі мүмкін. Жұмыстан келеді, шаршайды, немесе күні бойы сабағын қарайды, қасында жүреді. Бірақ біздің баламыздың болашағы үшін оны оқыту керек. Оқыту емес, оқуымыз керек. Ол түсінбеуі мүмкін. Яғни оны, мысалы қазір биыл өткенде кетсем, кітапты алып, Абайды алыпты да, Абайдың 2 томдығын біреуін алып, оқып жүр, жаңа 1-ші класс оқитын бала. Ол еш нәрсе түсініп жүрген жоқ. Бірақ мен айтам, оқи берсін. Ол
бір қажет болған кезде ана ұлттық код дейміз ғой, сол сияқты ол кодталуы мүмкін, ол қажет болған кезде ол қайтадан жаңғыруы мүмкін, шығуы мүмкін. Сондықтан қазір ол түсінбейді, кейбір сөздерін де түсінбейді, оны жатқа да білмейді. Сондықтан оны жаттату керек, немесе оның мағынасын біл деп баланың қинағаннан оны оқыта беру керек. Ол түсінеді, түсінбейді, кейбір нәрсені түсінбейді, но бірақ өз кезегі келген кезде ол түсінетін болады. Сондықтан ерте жастан бастап балаға ертегі оқып беретін болса, кітапқа деген қызығушылық болады. Бұл бір. Екінші кезекте мына нәрсе, кітап оқымайды дейміз көп жағдайда үйдегі балалар. Себебі олар не көреді? Ол көрген нәрсесін алады. Солай ма? Әке-шешесі не көреді, қасында достарынан не көреді. Барлығы телефонда ғана көреді. Сондықтан бала ойлайды, значит, телефон деген жақсы нәрсе екен. Өйткені жаман болса, ол неге әкесі қарайды, неге шешесі қарайды, неге атасы қарайды. Бәрі телефон қарап отырады, значит, телефон деген жақсы. Сондықтан үлгі болу керек оған. Яғни кітап оқитын. Мысалы, үйде атасы, әжесі, жаңағы анасы немесе әкесі кітап оқитын болатын болса, олар соны көріп қызығады. Өзің, мысалы, мынандай нәрсе бар. Біреудің оқып жатқаны көп жағдайда қызық болады. Өзің білесің бе? Мысалы, біреу кітап оқып жатса, сен соған қызығасың. Даже мына неде автобуста отырған кезде, немесе басқа бір жерде отырғанда біреу кітап оқып отырса, соның сыртына қарайсың, ішіне үңілесің, не оқып отыр екен. Яғни ол қызығушылықты оқысады. Сондықтан оған сондай үлгі болатын нәрсе болу керек. Егер онда үлгі жоқ, бірақ кітап оқы деп, мен өзім кітап оқымай, балаға кітап оқы дейсем, ол кітап оқымайды ол. Сондықтан соны кішкентай кезінен үйрету керек және үлгі көрсетуіміз керек. Бала көргенін жасайды ғой, иә? Бір нәрсені алу үшін соны беруіміз қажет қой. Дұрыс айтасыз. Аға, қазіргі кезде осындай біліктілікті арттыратын орталықтар енді баршылық. Оның қайсысы жарамды, қайсысына баруға келмейтінін көп жағдайда білмей жатамыз. Әсіресе жас мамандар оның қаражатына қарап жатады, не болмаса жаңағы адамдардың пікіріне. Сіздің көзқарасыңыз қалай ойлайсыз? Жас мамандар қай жерден қандай ақпарат, мәлімет алып барып осындай орталықтардың есігін қаққан дұрыс? Дұрыс айтасыз. Негізен ол өйткені барлық мекемелердің қазір жұмыс жасайтын себебі орталықтардың заң бойынша қосымша білім беру мекемелері сертификаттанбайды. Яғни оны әркім өзі ашуына болады. Бірақ мен мынаны айтар едім, ұстаздарға да үнемі айтам, мынаны мысалы бізге кел, бізде жақсы деп айта алмаймыз. Бірақ мынаны айтамыз, таңдау болу керек, талғам болу керек. Бізде адамдарда, например, мысалы мынандай нәрселер. Бізде киімге талғам бар. Жастарда, үлкен кісілерде бәрімізде киімге деген талғамымыз өте жоғары. Біз киім алу үшін ойланамыз, қараймыз, біреуді шақырамыз, біреуді ертіп барамыз. Оған деген талғам өте жоғары. Білімге келгенде бізде талғам жоқ. Кейбір кездерде талғам жоқ. Сондықтан мен ұстаздарға айтар едім, әсіресе жас ұстаздарға айтар едім, талғам болу керек. Яғни ол жерде егер де ақыл оқитын болатын болса, онда ол ақшасын не үшін оқып жатыр? Немесе егер төлейтін болса, ол өзінің талабын қойып, соны жаңағы өзінің талабына қарай алу керек. Бізде талап қоймайды. Талғамда жоқ, кейде талғам аз и талап та қоймаймыз. Ол өйткені жоғары оқу орнында сондай. Мысалы, бізге азырақ тапсырма берсе, бізге қағазымызды берсе, біз көп қиналмасақ, сертификатымызды алсақ, болды, жеткілікті деген ойда болады. Жоқ, олай емес. Ол бергеннен кейін студенттерге де айтатыным, оны анау барлық шырынын беретін мұғалімнен соғып, сығып алу керек деп. Өйткені ақша төледің, ол өзіңнің тапқан еңбек ақың, сен содан талап ет. Ол да солай талап ететін болсын. Сондықтан да барған жерлерге бізде талап қойылмайды, талап қойылмағаннан кейін әркім оны өзінің ыңғайына қарай өткізе беруі мүмкін, және оның келген адамдардың көпшілігі оңай болғанды қалайтын болса, соған бейімделуі де мүмкін. Сондықтан бізде мысалы педагогикалық орталық шеберлігінде үнемі мұғалімдерден сұраймыз, олар айтады, өте қиын дейді сіздерде оқу. Яғни оқу қиын, күнделікті тапсырмаларды қиын дейді. Егер даму деген не, немесе білім дегеніміз не, ол өзінен өзі келетін нәрсе емес қой. Білім деген ол белгілі бір қиындық арқылы келетін нәрсе. Яғни оған еңбек ету керек, қиналу керек, қиналу керек. Сол кезде ғана ол келеді. Ал оңай жүріп, өлең айтып жүріп, білім алу деген ол мен онша қарсы не емеспін, құптамаймын, оған қарсымын. Өйткені білім алғаннан кейін қиналу керек, еңбек ету керек оған. Қиналу керек дегенде ол әдейілеп қиындату емес.
білім алу. Білім дегеннің өзі жоқ нәрсені үйрену ғой. Егер мен бәрін білетін болсам, онда мен неге барам? Мен білмеймін, көп нәрсені білмеймін. Сондықтан да мен соны үйренуім керек. Ал үйренген нәрсем ол бірден маған біреу айтқанда мен басыма құйылып кетпейді ғой. Оны өзім ойлануым керек, ой түйуім керек, одан бір тұжырым шығаруым керек. Түсінбеген жағдайым болса, оны сұрауым керек. Оған өзіме қажет нәрсені ала алмай жатса, мен талап қоюым керек. Вот осы жағдайда олардың деңгейі өседі. Сондықтан да олардың көп болғанда жақсы. Өйткені әркімнің мысалы біздің ойымызға келмейтін, біздің білмейтін нәрсемізді олар білуі мүмкін. Бірақ мұғалімде жаңағыдай талап болу керек. Өзіне не керек, қандай не болу керек деген нәрсені. Яғни барлығына саналы түрде ойланып, жеті рет өлшеп бір рет кес дейді ғой, сондай шешім қабылдап бару қажет. Қазіргі соңғы кезде осы білім беру жүйесіне көбірек көңіл бөлініп жатыр ғой, ғылым және білім министрі Асхат мырза да осы оқулықтың сапасын тілге тиек етіп, көптеген мәселелерді қозғап жатыр. Сіздің ойыңызша креативті мұғалім қандай болу керек? Қазір бір тренд сөз болды ғой. Креатив барлық жерде. Креатив. Ол енді бірінші кезекте өзі креативный болу керек. Ол деген не нәрсе? Яғни мен ойлаймын, мұғалімнің тек қана білімі ғана, пәні бойынша білімі ғана жоғары емес, оның белгілі бір деңгейде дағдылары болу керек. Яғни не деген бар? Мысалы, дағдылардың түрі екіге бөлінеді. Қатты дағдылар болады, жұмсақ дағдылар. Мысалы, пән бойынша алған білімдері бұлар қатты дағдылар болады. Немесе педагогикалық мамандыққа байланысты белгілеп алатын дағдылар, олар қатты дағдылар болады. Ал ол креативті мұғалім болу үшін, мықты мұғалім болу үшін, шығармашылық мұғалім болу үшін, ол жұмсақ дағдыларда болу керек. Ол жұмсақ дағдыларға не кіреді? Мысалы, эмоционалды интеллект, коммуникациялық дағдылар кіреді, тайм-менеджмент кіреді. Одан бөлек, мысалы, шешім шығара алу деген бар, не бар. Немесе жоғарғы деңгейдегі бір проблемаларды шеше алу дағдысы деген бар. Осындай жұмсақ дағдылар болу керек мұғалімде. Яғни ол өзінің кәсібіне де байланысты және өзінің жеке тұлғасына да қатысты осындай жақсы нелер болу керек, дағдылар болу керек. Сондықтан осы дағдылар, ол дағдылар қалай бөледі? Ол дағдылар мысалы жоғары оқу орнында немесе мектепке барған кезде ол дағдыны ешкім бермейді. Ол дағдыны өзі қалыптастыру керек. Ол дағдыны. Яғни ол дағдыны қалыптастыру үшін тағы да қайту керек, оқу керек. Егер де өз бетінше оқуына да болады, немесе жаңағы әртүрлі курстарға барып оқуға болады. Сондықтан мен үнемі айтамын, мұғалім, жақсы мұғалім болу үшін бұл жаңағы орасан зор еңбек керек. Еңбек керек. Немесе жаңағы сияқты жұмсақ дағдыларды меңгеруіміз керек. Жақсы, түсінікті. Енді қазір бір уақыттың зырлаған, зымыраған кезеңі болып кетті ғой. Сіздің тайм-менеджментті қолдануыңыз қалай? Үлгісі біздің көрермендермен бөліссеңіз, кеңесіңізді берсеңіз. Жақсы. Бұл өте жақсы сұрақ. Өйткені тайм-менеджмент менді қызықтыратын нәрсенің бірі, осы дағдының бірі. Бірақ шыны керек енді бәріміз, қазақта мынандай сөз бар ғой, ауру қалса да әдет қалмайды. Қазақтың барлығы уақыты кешігіп жүреді, тойға кешігіп келеді деген сияқты осындай бір ұстанымдар бар. Қазақпыз ғой деп қойып. Қазақпыз ғой деп қояды. Жоқ, ол жай ғана адамдағы біреулерден қабылдайтын немесе алатын нәрсе. Неге неміс кешікпеу керек те, қазақ неге кешігіп келу керек? Ол бір жерде жазылған ба? Қазақтың маңдайына кешігіп жүру керек, немесе бір нәрсені ертеңге қалдырып жүру керек деген. Жоқ, ол адамның өзіне де байланысты. Мен осы тайм-менеджмент мені қызықтырғанда бірнеше кітап оқыдым. Ең алғашқы оқыған кітабым мынау результативный тайм-менеджмент деген Брайан Трейсидің, бір американдық жазған коучтың кітабы бар. Сол кітапты оқыдым. Одан бөлек орыс несі бар, коуч бар, ресейлік, яғни Глеб Архангельский деген бар. Соның корпоративный тайм-менеджмент деген кітабы бар. Одан бөлек тағы да, мысалы, Стивен Ковидің 7 жасампаздық 7 навыков высокоэффективных людей дейді, яғни жасампаз адамдардың 7 дағдысы деген дағды бар. Сол дағдының ішінде бір дағдысы осы тайм-менеджментке арналған. Осы сияқты кітаптарды оқу арқылы тайм-менеджментке деген
немесе жаңа уақытқа деген көзқарасым өзгере бастады шынында да біз ойлаймыз уақытты үнемдеу керек деп негізінен ол уақыт үнемделмейді екен уақытты үнемдей алмаймыз уақытты жинай алмаймыз аккумуляция жасай алмаймыз ғой мысалы ақшаны жинауға болады ақшаны үнемдеуге болады ал уақыт деген ол алла тағаланың берген уақыты бар ол зымырап өте береді біз оны үнемдей алмаймыз сондықтан уақытты дұрысы уақытты басқаруымыз керек екен ол уақытты дұрыс басқару керек мысалы айтайық 24 сағат уақыт ол табысты адамға да берілген табыссыз адамға да осы 24 сағат біреу оны дұрыс пайдаланып оны тиімді пайдаланып тиімді басқарып нәтижеге жетіп жүр біреуі басқара алмай нәтижеге жете алмай жүр сондықтан яғни мен бір оқығаным бар сонда былай дейді негізінен жалқаулық деген ұғым көп жағдайда қайдан келеді жалқаулық деген ол бір ұлтқа немесе белгілі бір неге адамдарға байланысты ғана емес ол жалқаулық көп жағдайда адамның мақсатсыз адамда болады екен мысалы мақсат жоқ болса адамда ол жалқау болады мысалы жалқаулықтың бір таңертең ерте тұру мысалы көбіміз ерте тұрғымыз келмейді егер менде не жоқ болса мақсат жоқ болса алға қоямын мысалы кешке жататын кезде мен мысалы мынандай мақсат қойсам онда сол мақсатыма бола тұрамын мен өзім мысалы осы уақытты үнемдеуге байланысты қазір соңғы кездерде кешікпеуге тырысамын мен енді өзім өмірімнен айтып жатырмын ең алғаш той жасаған кезде енді қазақтың тойы балалар өскеннен кейін той жасаймыз ғой той жасаған кезде мен сағат 6-дан 5-6-ға тойды 6-ға бастап 6-да шақырып 6-дан 5 минут кеткен кезде тойды бастадым өзіңіз солай сол тойды жасадым сонда менің бір жолдасым бар сол күледі мен осы қазақ қоғамында бір тойды көрдім уақытында басталған тойдың депті сол кезде келеді шақырған қонақтардың бір 90% сол 6-дан 5 минут кеткен кезде барлығы келді яғни оған біз жұмыс жасадық мен жұмыс жасадым жолдасым жұмыс жасады яғни адамдардың уақытында келуіне жаңа хабарласып мысалы жолдастарымызға ағайын туысқандарымызға уақытында келіңдер уақытында бастаймыз так біз қалай істейміз тойға шақырамыз 6-ға шақырамыз содан кейін тойды сағат 9-да бастаймыз содан кейін ол неменеге ерте барамын ол біздің өзімізге байланысты ол кешіп келген адамға ғана емес ол той иелеріне байланысты болады сол сияқты әр нәрсені өзімізден бастауымыз керек мысалы мен мынау бір күннің уақытында тайм-менеджментті қалай жаңа кітаптарды оқудан кейін мынандай шешімге келдім шынымен де белгілі бір нәрселер бар мысалы мынау рутинаға айналдыратын немесе үнемі істелетін нәрселер бар мысалы ол мысалы сағат 9-дан бастап мен сағат 6-ға дейін жұмыстамын ол кезді мен басқара алмаймын өйткені мені басқа біреу басқарады ситуация басқарады бір жағдай басқарады немесе бір келген адамдар басқарады өйткені мен айта алмаймын ғой мысалы мен осы уақытта менің мынандай және ол жұмыс болғаннан кейін осы кезде мен жұмыс жасаймын мен уақытымды былай істеймін мысалы бұрын мен де ұйқыны жақсы көретін қазақтың бір едім кезінде ол ұйқыны жақсы көретінмін онан кейін мынау күлем 2016-17 жылдар көбірек кітап оқи бастадым сол кездерде бір жерден естідім ба оқыдым ба сондай адам өзін өзі перепрограммировать ету керек дейді бұрынғы нәрсе мысалы бізде қалып қалған ұстанымдар бар қалып қалған дағдылар бар ол дағды анау кішкентай кезімізден қалыптасқан дағдылар бар енді соның барлығын перепрограммировать етуіміз керек егер өзіңе қажет болатын болса мысалы үнемі кешігіп жүретін болсаң ол сенің қалыптасқан дағды өйткені ол бір уақыт дағды деген бір уақытта келген нәрсе емес ол бірнеше рет болған нәрсе мысалы содан кейін оны қалпына келтіру үшін өзін мына компьютердің программасын қоямыз ғой перепрограммирование жасаймыз сол сияқты өзіңнің ұстанымыңды да өзіңнің ойыңды да қайтадан перепрограммировать ету керек екен осыдан кейін мен ойладым шынында да неге өзім перепрограммировать етпеймін деп мысалы мына Қытайдың ең бай адамдарының бірі Джек Ма деген бар Alibaba компаниясын басқарған сол айтады адам өзін өзі дамыту үшін қажетті уақыт ол жұмыс кезі емес дейді ол жұмыстан кейін кешкі уақытта дейді кешкі уақытта содан
осы сөз маған әсер етті де, соны ойладым, мен осы кешке қарай жұмыстан кейін не істеймін деп. Шынында ойласам, уақыттарымды анализ жасап қарасам, не істеймін? Келем, тамағымды ішем, тамағымды ішкеннен кейін мен бір шаршап келген адам сияқты менің жұмысым диванда, теледидардың алдында, қолымда пульт өстіп жатамын. Енді өстіп қараңыз, сағат 8-де жатсам, мен 8, 9, 10, 11, кейде 12-ге дейін жататын оған. Сонда 4-5 сағат диванның алдында, теледидардың алдында жатамын. Еш нәрсе істеймін. Бірақ содан кейін мен не көргенім есімде жоқ. Мен өзіме де, бірақ уақытым өтті. 4 сағат уақытым өтті. Ешқандай даму, ешқандай нәрсе жоқ. Мен одан еш нәрсе. Содан бері мен осы 2017 жылдан бастап теледидар көрмеймін. Сіздердің хабарларыңыз теледидар көрмеймін. Үйде енді сөйлеп тұрады, бірақ үйдегі теледидар тек қана балапан ғана сөйлейді. Бізде балапан ғана көреді балалар, кішкене немелер. Басқа ешкім теледидар көрмейді. Өйткені теледидар арқылы мен қарасам, уақытым көпшілігі босқа кетеді екен. Энергияны алады. Иә, көп кетеді, ол еш нәрсе алмайды. Уақытым өтіп жатыр. Мен еш нәрсе, бұлай қызық сияқты, уақытым өтіп жатқан сияқты, бір нәрсе көріп жатқан сияқты, бірақ кейбіреулер айтады, сонда жаңалық көрмейсіз ба дейді. Мен айтамын, жаңалық көрмеймін. Керек жаңалық өзі ақтау болады мені. Ол өзі қажет жаңалық, қай жерде жүрсем де әйтеуір біреу айта ма, басқа нәрсе айтыла ма, ол маған қажет жаңалық әйтеуір табылады. Өзі. Қажет емес жаңалық, ол өзі қала береді. Оның маған қажет. Сондықтан осы не болды? Одан кейін енді мен ойладым, жаңа тағы бір кітаптарды оқысам, табысты адамдардың көбісі енді мынау табысты дегенде материалдық тұрғыдан емес, жалпы рухани жағынан да табысты адамдар таңертең ерте тұрады екен. Мен ойлаймын, неге мен ерте тұрмаймын? Жұмысым мысалы сағат 9-да барамын. Жұмысқа дейін 15 минуттық ғана жүреді. Мен неге ерте тұрмаймын? Неге мен табысты болмаймын? Содан жаңа перепрограммировать етіп, бұрын сағат 8-де тұратын Берік енді сағат 6-да тұратын болды. 2 сағатқа кейін шегердім. Енді 6-тан сағат 8-ге дейін не істеймін енді? Мен осы жерде енді белгі бір әрекеттерді кетіп, өйткені мен дамуыма қажет. Яғни не нәрсе істеймін? Жаттығу жасаймын, таңертең тұрғанда. Мысалы 6-та тұрамын, 6-та тұрғаннан кейін бір стакан су ішіп аламын да, жаттығу жасаймын. Бір жарты сағаттай жаттығу жасаймын. Одан кейін жаңағы жуынып, содан кейін қалған уақытында жағында бір жарты сағат, бір сағаттай кейбір кездер уақыт қойды. 8-ге дейінгі уақытта мен кітап оқимын. Бұл жаңағы рутинаға айналды. Яғни күнде таңертең істейтін әрекетім осындай. Мен таңертең тұрғаннан кейін су ішемін, жаттығу жасаймын, онан кейін келіп жуынамын да, содан кейін барып кітап оқимын. Өйткені менің кітабым бар. Мен мынандай кітап қойдым, 10 жылда, әр жылда 20 кітаптан 10 жылда 200 кітап оқимын деп мақсат қойдым. Тамаша, бәрекелді. Әр жылда 20 кітап оқимын деп қойдым. Яғни, мысалы 18 жылдан бастап оқыдым, 18 жылда 20 кітап оқыдым, 19 жылы 20 кітап оқыдым. Мына биылғы жылы қазір 17 кітап па, сондай кітап оқыдым. Қандай бағытта? Психологиялық па? Әлде классиктер ма? Енді оның өзінде, мысалы мен бірінші жылы алған кезде қолыма түскен кітаптың бәрін оқыдым. Содан кейін келесі жылы жүйеледім. Соны ойладым, мен оказывается кітап менің дамуыма үлкен әсер етеді екен. Әдеби кітап қана емес, ол менің дамуыма. Сондықтан мен ойладым, менде не нәрсе кеміс, мен сол жағымды дамытуым керек. Ол 20 кітапты бөлдім одан кейін. Бірінші салам кәсіби кітаптар, өзімнің мамандығыма, педагогика саласына байланысты кітаптар оқимын. Бір 5 кітап оқимын. Одан кейін рухани кітап оқимын. Рухани кітап. Яғни рухани жағдайымды жақсарту үшін 5 рухани кітап оқимын. Одан кейін мынау бәрімізде кемсін нәрсенің бірі қаржылық жағы. Бәріміз кімнен сұрасаң, бәрі өте аз адам өзінің қаржылық жағын не болады? Қаржылық тәуелсіздік қажет. Тәуелсіздік, қаржылық дағды қалыптастырған, қаржылық сауаттылығы бар. Мысалы, мен қарасам шынында қаржылық сауаттылығым өте төмен екен. Өйткені мен ойлаймын, менің ұстанымым мынандай болған, мен марқұм шешем біздің кішкентай кезімізде былай деп үйрететін.
ақшаға құмар болма, ақшаға құмар жаман адам болады, ақшаға қызықпа деп үйреткеннен кейін, наверное, содан кейін шығар біз ақшаны ұстау, ақшаны жұмсау, ақшаны үнемдеу сияқты нәрселер менде жоқ. Сондықтан осы 5 кітапты қаржылық дамуыма байланысты 5 кітап оқимын жылда. Вот мына 3 жыл болды. Сонда мен биыл деньги делает деньги деген кеше бір аудио кітап оқыдым. Тыңдадым, то есть аудио кітап. Сол сияқты осындай бір 5 кітап. Мысалы кімнің Роберт Кийосакидің бай әке мен кедей әкенің кітабын енді бестселлер, осыны оқыдым. Сол сияқты тағы кімнің Шамиль Аляутдиновтың подсознательный бедность и богатство деген кітабы бар. Сол кітапты оқыдым. Осы сияқты қаржылық кітаптарды, яғни таза маркетинг немесе жаңа басқа емес, жалпы қаржылық сауаттылықты қалай қалыптастыруға болады деген сияқты. Одан кейін 5 кітап сол әдеби кітап оқимын. 5 кітап әдеби кітап. Сонда менің кітабым бір жылда 20 кітабым реттеледі. Мысалы, биылғы жылда осы сала бойынша оқимын. Өйткені сатып алатын кітабымда осы кітаптарды саламын. Өйткені ана жерде қараймын, мысалы менде қаржылық сауаттылыққа ұшқанда кітап оқысам, әлі значит 2 оқитын кітабым бар. Сондықтан мен неге барған кезде, кітап магазин дүкеніне барған кезде мен осы қаржылық кітаптарды іздеймін. Өйткені мен ана жоспарымда 2 кітап бар ғой әлі оқитын. Сондан соны алып өстіп кітап оқу менің өміріме енді кешке қарай да осындай рутина бар да, кешке қарай да рутина бар. Мысалы, кешкі сағат 6-та жұмыстан шығасың, 7 енді үйге келемін, тамақ ішкенге дейін сағат 8 болады. Сол 8-де шығып, 8-ден мынау осы бір аптадай болды, бұған дейін мен 9.000 қадам жүретім, 10.000 қадам жүретімін. Қазір осы бір аптаға болды, 12 қадамға ауыстырдым. Яғни 12 қадам дегеніміз қазір 9,5 километр сондай жүремін. Ол бір күнде. Яғни ол где-то бір 45 минут, кейбір кездерде 1 сағаттай жүремін. Өйткені жүрген жақсы көремін. Жүрген кезде жаңағы осы не болады. Бұны енді осыған тағы басқа дағдыны кіріктіріп жүрмін да. Аудио кітап тыңдаймын. Жай жүрмейсіз. Жай жүрмеймін. Барлығын тыңдап, ол жай жүрген кезде әрине ол демалып, жақсы жүруге де болады. Бірақ жүрген кезде қазір аудио кітаптар оқимын да. Аудио кітаптар оқимын, өте жақсы. Даже тегін нелер бар, патефон деген бір не тауып алдым. Сатып алуға да болады тегін, бірақ тегін болған кезде рекламасы көп екен да. Бірақ бір-екі рекламаларды беріп 10 минуттан, әр реклама 10 минутта, содан өзім жүретін, 40 минутыма рекламаны бірден көріп аламын да, сөйтіп қойып жүремін. Яғни мен пока жаңағы 12 қадамды жүріп біткенге дейін мен 40-45 минут кітап тыңдаймын. 2 оқпен 1 қоянды атып жүрсіз ғой. Осылай. Сондықтан көп нәрсені кіріктіру керек бір нәрсеге. Өйткені тек қана бір ғана. Мысалы айтақ, кейде мұғалімдер айтады, мен кітап оқу уақытым жоқ дейді да. Автобуста жүресің бе? Иә, жүремін. Қанша уақыт жүресің? Ол 1 сағат уақыт жүрмін. 1 сағат не істейсің? 1 сағат жан-жағыма қарап отырып, или артқа отырып, неге телефон шығып отырады? Неге кітап оқымайсың? Вот мына 1 сағат уақыт, саған берілген уақыт. Вот мүмкіндік, уақыт мүмкіндік. Кітап оқуға мүмкіндік бар. Сен осы кезіңді пайдалан да, сен осыны оқы. Осы жерде, яғни ең жақсы, қайтқан кезде 1 сағатта қайтасың. Ол кезде 1 сағатта қайтасың. Бірақ бізде сылтау көп айтады. Иә, өзімізді ақтаған жақсы көреміз ғой. Түрегеп тұрамын, орын жоқ, ол кітап оқи алмаймын. Онда аудио кітап тыңда. Аудио кітап тыңда, яғни құлағыңа салып қойсын да, ешкімге бөгет жасамайсың, айналаңда басқа дыбыстарды да естімейсің. Бірақ жаңа дамуыңа қажетті нәрселерді аласың. Яғни сондықтан да біз оны жасамаудың сылтауын іздемеу керек, жасаудың сылтауын іздеуіміз керек. Қалай жасауға болады, не істеуімізге болады. Мынау тайм менеджмент көп жағдайда осы нәрсеге келеді. Яғни біз уақытты дұрыс басқара алмаймыз, сол бізден ешкім оны үйреткен жоқ. Сонда сұраймын, тайм менеджмент туралы кітап оқыдың ба мысалы? Мен уақытымды басқара алмаймын, бірақ оқығам жоқпын дейді. Егер оқымасаң, біреуден сұрамасаң, онда сен қалай басқарасың? Уақытыңды басқара алмайсың. Бұған дейін басқа адамдар қалай басқарып жүр, сен де солай басқаратын боласың. Сондықтан үйрену керек жаңа нәрсені. Оқу керек, қарау керек, біреуден сұрау керек, біреудің жақсы әдістерін алу керек. Мысалы, кітап оқуға байланысты мен ылғи
айтам, жақсы бір әдістер бар, стратегия дейді, тәсілдер бар. Мынау бір кездерде оқып жүріп, жапондардың кайдзен деген бір әдісі бар. Соны оқыдым. Сол туралы кітап оқыдым. Сол жерде мынандай бір әдіс бар екен де, метод одной минуты дейді. 1 минуттық әдіс бар. Сонда кітапты қалай оқыдың дегенде, мысалы кітапқа дайындаймын. Бәрімізде уақыт жоқ қой. Мысалы сізде де уақыт болмауы мүмкін, күні бойы жұмыстасыз. Мұғалімдер деді, менің уақытым жоқ оқитын дейді. Сол кезде жаңа метод одной минуты дегенде былай дейді. Сен күніне бір дағды қалыптастыру үшін 1 минут уақыт берсең жеткілікті. Сонда мен мынаны былай дедім. Кітап оқу үшін минимум 1 бет кітап оқы. Болды. 1 бет кітап оқысаң жеткілікті. Ол үшін жататын төсегіңде жатардың алдында. Басқа уақытта оқымай-ақ қой. Жатардың алдында уақыт табылады ғой. 1 бет кітап оқығанға табылады. Жатасың, светильіңді қосасың, светильнигіңді. Кітабыңды аш та қатты шаршап тұрсаң 1 бет оқы. Егер де оқығың келсе 2 бет оқы. Бірақ минимум 1. Күнде минимум 1 бет оқу керек. Солай әдетке айналып. Максимум ол өзің білесің. Мұнан кейін, мысалы мен қазір басында мен 1 кітаптан оқыдым, қазір мен 1 оқытырған кезде кем дегенде 30-40 бет оқуым керек. Сонда талап қоясыз өзіңізге, өзіме талап қоямын сондай. Яғни алғашқы кезде ол дағды қалыптасқанға дейін оны қоя алмайсың. Егер де біз қазір күніне мен 50 минут немесе 40 минут жарты сағат кітап оқимын десең, миың саған қарсылық туғызады. Сенбейді миың. Сенбейді. Саған айтады, қалай жарты сағат кітап оқисың, миың ашып кетеді ғой. Мен ашып кетемін дейді да ми. Сондықтан сен оқыма дейді. Сондықтан алдау керек миды. Бір беттен оқу керек, 1 бет оқы, онан кейін 2 бет оқы. Сөйтсең, 1 жылда мен гарантия беремін, 1 жылда 20 кітап оқуға. Аға, жаңа сөздеріңізде Брайан Трейси, Джек Ма деп қалдыңыз. Мықты шетелдік коуч тренерлерді, сол кісілердің еңбектерін оқып, солай жан-жақты дамып жатқан жайыңыз бар екен. Енді осы педагогикалық шеберлік орталығынан сондай мотивациялық курс беретін қазіргі кезде сәнге айналды ғой. Ашу ойыңызда жоқ па? Өйткені өзіңіз дайын сияқтысыз, сізге жаңа қарасам, уақытты да, білім, білік, алға мақсат қою, арманға жету, соның барлығын бір ұштастыратын сияқтысыз, ораторлық шеберлігіңіз де жоқ емес. Енді ол дағды қалыптасты ғой әрине. Жалпы бізде педагогикалық шеберлік орталығында, мысалы, Әлем Фасқат деген ағай бар. Ол кісі енді өте бір парасатты, білімді, сондай бір ағай, көп оқыған, көп білет, оның адамдармен қарым-қатынас өсті. Мысалы, сол кісі маған менің өзгеруіме, менің дамуыма да үлкен әсер еткен кісінің бірі сол кісі. Өйткені мен басшы болсам да, мен сол кісіге қарап, сол кісі сияқты болғанға талпындым. Өйткені адамдармен жұмыс жасау, сөйлеуі, ешқандай дауысын көтермейді. Сонда, мысалы, сол кісінде өте жақсы, менен де керемет жақсы айтады ол кісі. Менен де жақсы айтады. Біз енді қазір мына нәрсені, жаңа айттым ғой, жас педагогтар деген, енді жеке курсымыз жоқ, тұлғалық дамуға. Бірақ жас педагогтар деген осы проектіде, жобамызда біз мұғалімдердің тұлғалық дамуына көбірек көңіл бөлейік деп. Өйткені мынандай ғой, біз көп жағдайда біліктілікті арттыруда мұғалімге педагогикалық мамандыққа байланысты, жеке мамандығына байланысты нелер береміз. Білімдер береміз, дағды қалыптастыруға тырысамыз. Мұғалімнің ұстанымы өзгермесе, ойы өзгермесе, оның барлығы бос нәрсе. Мысалы, әртүрлі әдіс тәсілдері бар. Оны білуі мүмкін, бірақ қолданбайды. Себебі оған қажетсінбейді. Ішкі сезім, ішкі жан дүниесі оны қажет етпейді. Ол жай ғана бір сырт үшін, мысалы, біреулер үшін, бір көріну үшін, немесе бір категория алу үшін ғана пайдалануы мүмкін. Бірақ ол қажеттілігі болатын болса, ол бірінші адамда тұлғалық даму болу керек. Тұлға өзін-өзі дамыта алатын болу керек. Енді ондай курстарды ойластырып жүрміз. Бірақ енді ол біздің жұмысымыз, негізгі мақсатымыз педагог мамандарды, педагогикалық біліктіліктерін дамыту болады. Енді ол кішкене біздің немізден, бағдарламамыздан шығып кетуі мүмкін. Бірақ бізде жаңағы жобаларда айтқан жас педагог деген жобада негізгі бірінші бөлімі тұлғалық даму болды. Тұлғалық даму. Яғни ол жерде, мысалы айттық, ұстаным туралы жиі айтамыз. Адамның ұстанымы өзгеру керек. Одан кейін
мынау жаңағы дағдыларды қалай қалыптастыруымыз керек. Өйткені ол дағды болмаса, әсіресе жұмсақ дағдылар болмаса, мұғалім алған білімін пайдалана алмайды, немесе адамдармен қарым-қатынаста бола алмайды. Мысалы, жаңағы сабақты зерттеу әдісінің бірі бұл адамдардың бірлесіп жұмыс жасауына әкеледі. Бүгінгі күнде біз адамдар бірлесіп жұмыс жасауға дайын емес. Яғни, оларда тұлғаралық дағды жоқ, коммуникациялық дағды жоқ, яғни осындай дағдылар жоқ. Сондықтан біз дағды қалыптаспағаннан, жаңа тайм-менеджмент жоқ, біздің үнемі біз басқа жақта өмір сүреміз. Осы жерде қазір отырып сабаққа дайындалу, бұл уақытында алатын сияқты. Кейде мұғалімдер көп айтады, біздің уақытымыз жоқ деп. Бірақ мұғалімдерге мынандай не қоямын. Бір мұғалімдерге талап қойды, бір курсқа келген мұғалімдерге. Бір күндегі істейтін жұмыстар немен айналысасыңдар? Осыны өзің күнделік жасап қараш, таңертең тұрғаннан бастап, бір апта. Таңертең тұрғаннан бастап, мынаны істеймін деп. Сонда кейбір нәрселер бар, бізге қажеті жоқ, біздің мамандығымызға қажеті жоқ. Немесе, мен енді былай алған кезде сол мамандығым арқылы, осы істеп жатқан жұмысым арқылы еңбек ақы аламын ғой. Ол менің еңбегім бағаланады. Сол жердің өзінде де қажетсіз жұмыстармен айналысуымыз мүмкін. Мысалы, бір күнімізде, жұмысымызда біз бос нәрсемен айналысуымыз мүмкін. Мен оны білмеймін, мысалы, бәрі сондай айналысады деп айта алмаймын. Бірақ адам өзі соны қарау керек, өзін өзі. Ол мен мысалы, сен өсіп жатырсың, сен істеп жатырсың, сен былай істеуің керек деп айтқанмен, ол бәрібір істемейді. Сондықтан өзі оны қарау керек, өзі оны керек. Сондықтан тұлғалық даму әрине қажет. Бірақ жаңағы айтқандай, осы біз жоба арқылы, осы курс емес, ол жерде сертификат бермейміз, ол жоба мысалы бірнеше жылға созылуы мүмкін. Биыл мысалы майға, келесі жылдың мамыр айына дейін жоспарлап қойдық. Осы жұмыстардың арасында біз мұғалімдерге бірінші кезекте тұлғалық дамуға байланысты. Одан кейін әртүрлі курстар болған кезде, енді арасында мысалы күнде 8 сағат жұмыс жасайды мұғалімдер, соның арасында кейбір кездерде осылардың элементтерін кіргіземіз. Мысалы, тұлғалық дамуға байланысты. Арасында жаңағы қандай дағдылар қалыптастыру керек. Өйткені күнделікті оқып жатқан адамдарға бәріне, мысалы, тайм-менеджмент қажет қой. Уақыт үлгермейді, тапсырманы орындай алмайды. Сол кездерде осы дағдыны қалай қалыптастыруымыз керек екен. Немесе көп нәрсені оқымайды, оқу дағдылары жоқ. Мысалы, осыны қалай қалыптастыру керек, осы дағдыларды сөйтіп кіргіземіз. Жеке бұлай курс жоқ, бірақ курсымыздың арасында жаңағындай өзің айтқандай бір оқпен екі қоянды атқандай сияқты осының арасында кіріктіріп отырамыз. Енді жеке курстар өткізу енді пока әзірге жоспарда жоқ. Жоспарда жоқ. Жақсы, қазір енді әлемді індет жайлап осындай бір қиын қыстау кезеңге тап болдық қой. Барлығы онлайн жүйеге көшіп жатыр. Ұстаздардың шеберлігін арттыру жағдайы қалай қазір? Қазір мынандай болды. Мына пандемиядан кейін мұғалімдер көп жағдайда бұрын біз енді сертификат, жаңа айттық қой сөзіміз, сертификат алады, сол қажеттілік болған сияқты. Ал мына онлайнға кірген кезде мұғалімдерге нақты білімнің, дағдының қажет екендігі, не нәрсенің жетіспейтіндігі болды. Мысалы, мына нәрсе айттық. Жаңағы белгілі бір уақыттардан кейін осы неге келеді, немесе мына мир вука дейді, вука әлемі деген бар. Яғни тұрақсыз, беймәлім, өте қиын қазіргі сүріп жатқан әлеміміз осы әлемге келдік. Бұрын біз басқа әлемде болғанбыз, яғни спот деген әлемде болғанбыз. Ол кезде тұрақты, жүйелі, бір ыңғайлы болатын адамдарға. Бәрі ыңғайлы болған. Енді біз мына вука әлеміне кірген кезде бізде осы нәрселер тұрақсыз, жүйесіз, белгісіздік нәрселер көп болады дедік. Сол кезде бұрында айтып жүретін, осындай болады, белгісіздік болады, өмірдің өзі осыған келеді. Енді ол пандемия болады деген емес. Жалпы бірақ қызметімізде осы нәрсе. Өйткені ана футуролог, біз енді Қазақстанда жоқ, жалпы футурология деген ғылым бар. Болашақты болжайтын, енді Қазақтан құмалақшылар мамандар бар, кәдімгі мамандар бар. Болашақта 5 жылдан кейін не болады, 10 жылдан кейін не болады, 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін не болады. Яғни қандай мамандықтар керек, қандай мамандықтар керек емес, қалай дамиды, адамға не қажет деген сияқты осындай футуролог ғалымдардың айтуы бойынша бізде өзгеріс болады деді. Бірақ осыны біз айтқан кезде көп жағдайда онша мойынсынбайтынбыз. Бірақ мына пандемия басталған кезде бәріміз үлкеніміз бар, кішіміз бар, компьютерде отыруға тура келді.
күніне неше сағат бойы отырып еді. Бұған дейін үйренбей жүрген адамдар осыған үйренді. Одан кейін қандай дағды бар? Тағы да мысалы мынау қарым-қатынас дағдысы болды. Мысалы қазір компьютердің ар жағында тұрған баламен қарым-қатынас басқаша болады да, күнделікті алдыңда отырған баламен қарым-қатынас басқаша. Сондықтан да бұны да бізге ешкім үйреткен жоқ. Сондықтан осы сияқты дағдыларды үйрету қажеттілігі болды. Осы сияқты жаңағы дағдыларды немесе жаңағы осы қажеттіліктер мұғалімдерге қажет болды осы нәрселер. Енді сіздердің осы орталықтарыңызға курсқа келетін ұстаздарды бақылап қарайсыздар ғой, ең алғашқы аптада белгілі бір мерзімде оқиды, ұстаздар. Содан курсты бітіргеннен кейін қандай да бір өзгерістер байқала ма? Әлде ол бір жүре көрінетін құбылыс па? Әрине байқалады. Бірінші кезекте мұғалімдерде мынандай нәрселер байқалады. Курстан кейін бір жақсы нәрсе бар. Мен осыны бітірдім, ертең мектепке барған кезде мен осыны пайдаланамын, мен осыны қолданамын деп жанып кететін мұғалімдер. Бірақ үнемі күлемді, мектепке барғанда сол жанынан ұшқын қалмай қалады ғой. Себебі сол бұрынғы өзінің қайтадан сол ортасына келді. Себебі яғни ол алды, көрді, мына жақ өзгерген жоқ. Мына жақ өзгерген жоқ. Ол қажеттілік бар сияқты, өте қызық сияқты, бірақ ана ортаға барған кезде өз ортасында ол қажеттілік болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да осыны үнемі болу үшін бізде курстан кейінгі қолдау деген бар. Әрине біз енді педагогикалық шеберлік орталығында бүкіл Алматы қаласының мұғалімдеріне, мектептеріне оның барлығы жете бермейді, бірақ біз үнемі айтамыз. Бірінші кезекте жоспарлы түрде курстан кейін қолдау бар. Әр мектепке емес, енді мысалы өзінің тобы оқыған топтар болмыз, соларға кейін жұмыстарында көмек көрсетіп отырылады. Қандай көмек, қандай қолдау? Мысалы сабақ кезінде қандай қиындықтары болды. Мысалы көп жағдайда мына нәрсе істейді. Енді бұл кішкене тренд болғаннан кейін ба, мынау сабақты зерттеуді listen study дейді, осы мұғалімдер көп қолдануға тырысады. Осыған байланысты көп сұрақтар туындайды, сабақты зерттеуге байланысты. Түсініксіз нәрселер көп. Былай қарасақ, тренд өте жақсы, және мынау егер онымен жұмыс жасасам, басқа мұғалімдердің ерекшелігі болып тұратыны көрінеді, анық. Сондықтан бәрі істегісі келеді. Бірақ мектепке барып істеген кезде осы нәрсені жүзеге асыра алмайды. Сондықтан да әр мектеп емес, кейбір өздері сұраныс туғызған мектептерде, сұраныс туғызған мұғалімдерге біз үнемі осындай көмектер көрсетеміз. Курстан кейін қолдау жасап. Одан кейін қазір мұғалімдер мысалы айтайық, конференциялар жиі ұйымдастырылып жатыр, форумдар жиі ұйымдастырылып жатыр. Осы форумдарға көбірек шақырамыз. Конференцияларға көбірек шақырамыз. Осы конференция барысында, форум барысында олар белгілі бір деңгейде дамиды. Яғни бұл да курстан кейінгі қолдаулар. Әртүрлі айтайық, семинарлар өткіземіз. Мынау қазір жетекші мектеп деген мектептер бар. Мысалы Алматы қаласы бойынша 31 мектеп жетекші мектеп. 200 мектептің 31-і жетекші мектеп. Яғни біз солармен тығыз байланысып жүрміз. Өйткені 200 мектеппен жұмыс жасау бізге мүмкіндігіміз келмейді. Бұл жерде осы 31 мектеппен біз тікелей жұмыс жасаймыз. Ол қандай мектептер? Гимназия, лицей? Ең сондай жақсы, мысалы, мынандай талап бар. Көп жағдайда мынандай. Мысалы, мектеп басшысы бізден мектеп басшысына арналған курстан өткен болса, жақсы, себебі ол курстан өткен болатынбыз. Біздің талаптарымызды, біздің жаңағы қойып жатқан нәрселерімізді олар біледі. Сондықтан бірінші кезекте солар болса деген тұрғыда. Және ол мектеп жақсы, тәжірибелі, өзінің беделі бар. Мынау мұғалімдердің арасында беделді не болу керек, мектеп болу керек. Сол мектептерге біз жұмыс жүргіземіз. Олар Назарбаев зияткерлік мектептерінің де тәжірибелерін көрсетеміз. Содан олар серіктес мектептері бар. Мысалы, әр мектепте 10 мектеп, сондайдан серіктес мектептері бар. Сол серіктес мектептерімен олар жұмыс жасайды. Біз жетекші мектептерге үйретеміз, жетекші мектептер өздерінің серіктес мектептерімен жұмыс жасайды. Осындай бір тұрғыда жұмыстарымыз жүреді. Жақсы, түсінікті. Енді аға, сіздің бағанадан бері еңбек жолыңызды айтып жатырмыз, енді ұстаздыққа оралсақ, осы ұстаздық салаңызда ұстаз болып қызмет етіп, шәкірт тәрбиелеп жүрген кезіңізде бір әттең-ай, осы жерде бір шалыс бастым-ау деген оқиғалар бар ма? Есіңізде қалған?
ондай оқиға жоқ сияқты. Мен енді ұстаздық қызметім туралы бір-екі ауыз сөз айтып кетсем, ұстаздық қызметті мен мысалы ауылдық мектептен бастадым. Осы Алматы облысында мектептен бастадым, одан кейін Алматы қаласындағы мектепте мұғалім болып жұмыс жасадым. Содан кейін барып 20 жыл Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 20 жыл сол жерде еңбек еттім. Одан кейінгі осы келген мекемем осы педагогикалық шеберлік орталығы. Менің енді әттең-ай деген өкінген нәрсем жоқ та. Бақытты жансыз ғой? Иә, мүмкін солай шығар. Осы мен не дегенде әсіресе мынау мұғалім болғаныма өкінгем жоқ. Даже мына 90-шы жылдарда қиын кезеңде менің бір жолдасым, кеденде істейтін бір жолдасым менен сұрайды, еңбекақың қанша деп та. Мен осынша десем, ол айтады, менің 3 балам бар. Мен таңғаламын, сен осы 3 балаңды қалай асырайсың деп та. Сол кезде мен намыстанғанымда сонда мен айтқам, сенің балаңда мүмкін ақшасы көп шығар, жағдайы жақсы шығар. Менің балаларым, сенің балаларыңнан артықшылығы бар, ол менің балаларым білімі жоғары. Білімді. Ертең өзі не болады деп бір сөз намыстанғаным бар да. Ол бірақ мұғалім болғаным намыстанғам, жаңағы айтқан сөзіне намыстанғам. Яғни мен әр уақытта мұғалім болғаныма, шын айтайын, енді мақтанамын. Әсіресе мынау студенттермен жұмыс жасаған кезде студенттерді үгіттеймін, ұлдарды үгіттеймін. Соған айтамын, енді кішкене мақтаншақтауым ғой, мақтанып. Қараңдаршы, мен осындаймын, мен ұстазбын. Мен сияқты болғыларың келе ме? Неге мен сияқты болмайсыңдар? Және ұлдарға айтатым, өйткені мектепте қараңыз, 100 мұғалім болса, 100 мұғалімнің 90 әйел адам, 10 ғана ер адам. Сен соның ішінде өте беделдісің. Саған деген көзқарас басқаша. Егер сен азаматтық тұрғыда, ер азамат ретінде сен шынайы мұғалім болсаң, сенің беделің өте жоғары болады, басқа ортаға қараған кезде. Сондықтан осы мұғалімді кәсіп әрине қиын кезеңдер болды. Мен 90-шы жылдардағы еңбекақы 3 айлап, 4 айлап еңбекақы алмайтын кезіміз болатын. Жаңа 3 айға дейін еңбекақы, 4 айға дейін еңбекақы. Сол кезде менің бір ескі машинем болған. Сол машинемен такси болатын кезім болатын. Сол кездерде мен алғашқы оқулық жазып жүрген кезім болатын. Сол кездерде. Сонда мен таңғалатым. Жұмысқа барам, жұмыстан келем, жұмыстан келгеннен кейін жаңағы ертеңгі күніме қажетті, балаларыма қажетті нан, сүт алатын ақшаны такси болып жасайтынмын. Сөйтіп жасап келіп, түнгі сағат 11-12-де 3-4-ге дейін кітап жаңа оқулық жазатын. Оқулық 9 класстың Қазақстан экономикалық әлеуметтік географиясы оқулығының авторы болып, сол кітапты жазуға отыратынмын. Яғни тағы да сол еңбек арқылы келдік. Бізде кейде мұғалім айтады, әсіресе ер адамдар үшін мұғалімдік кәсіп бұл кәсіп емес, немесе өзінің семьясын асырай алмайды деп. Неге асырай алмау? Егер де саған деген қажеттілік болса, мен студенттерге тағы бір айтқан бір сөзім бар еді, кейде оны мен ұмытып қалыппын, кейіне бір студенттерім айтады, ағай сіздің осы сөзіңіз есімізде деп та. Қандай десем, мен жиі айтатын кезінде мынандай деп. Сен ертең мектеп, жалпы мынау жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін сен жұмыс іздеме. Жұмыс сені іздейтін болсын деп. Неткен тамаша кеңес. Жұмыс сені іздейтін бол. Өйткені ол сені іздеу керек қай уақытта іздейді. Сен егер шынымен маман болсаң, сен біреуге пайдаң тиетін болса, сені мектеп іздейді, директор іздейді. Қазіргі кездерде маған жиі мектеп басшылары жиі хабарласады, мұғалім тауып берші деп. Бізде мұғалім жұмыс таба алмай жүрген мұғалім көп сияқты, бірақ жақсы мұғалім табу өте қиын. Өйткені ол сұрайтын директорлар көбінесе жақсы мұғалім тауып бер деп сұрайды. Жақсы мұғалім. Сол кезде іздейміз, жақсы мұғалім табу кішкене қиынырақ болады. Енді әрине ол бірден білім жоғары деңгейде болмауы мүмкін, но бірақ жаңа басқа қасиеттері болса, адами қасиеттері болса, жақсы жаңағы дағдылар болса, яғни оқығаны болса, ол өзі көрініп тұрады. Мынау оқу дегенде көп айта беремін ғой енді. Сонда мынандай нәрсе мұғалімдерге жиі айтатыным, бүгін біздің алдымызда отырған кім деп, қандай мұғалім, оқушылар деп. Ол Z оқушылары. Яғни ол балалардың психологиясы қандай? Ол бізді мынау сканировать ететін сияқты. Олар біздің сөйлеген сөзімізге қарап,
сөзімізге қарап, ол көп жағдайда онша сенбейді, менің айтқаныма сенбейді, менің істеген ісіме сенетін балалар бүгінгі күнде. Және ол мен шын айтып отырмын ба, өтірік айтып отырмын ба, менің сөзімнен бақылайды, мен сканировать етеді. Ол сыртқы келбетім, түрім, немесе киген киім оған көп әсер етпейді. Менің ішкі жан дүнием әсер етеді. Егер мен шынымен де кітап көп оқитын болсам, ол менің әр сөзімнен, әр ойымнан, істеген ісімнен көрініп тұруы мүмкін. Көзқарастан, иә? Иә. Ал егер мен мен кітап оқығам, мен көп оқығам деп, бірақ сөйлеген сөзім басқа болып тұрса, ол бала сені бірден түсінеді. Сондықтан қазіргі баланы алдау өте қиын. Алдай алмайсың. Және сенің айтқаныңа ол сенбейді де. Сен істеген ісіңе ғана сенеді. Сондықтан мынандай бір жақсы сөз бар. Ұстаз ол маған кімнің американдық бір философтың айтқан. Ұстаз маған білім берген адам емес, мен үйренген адам ұстаз дейді. Мен кімнен үйренем, сол мен үшін ұстаз дейді. Мен үйреткен адам емес. Сондықтан біз үйрететін болуымыз керек. Үйрету үшін бірінші өзіміз өзгеруіміз керек. Өзіміз тұлға болуымыз керек. Сондықтан мұғалімдік кәсіпке мен ешқашан ренжімеймін. Және ойлаймын, кейде мүмкін осындайға келуім, осындайға жетуім мүмкін менің нем шығар, осы мамандыққа деген дұрыс көзқарасым шығар. Бір нәрсе айтып кетейін. Менің 3 балам, үлкен ұлым онша қызыққан жоқ. Бірақ одан кейінгі бітірген бір ұлым мен бір қызым ұстаздық мамандыққа қызықты. Дейсің бе? Бірақ екеуі де экономикада оқыды. Экономика саласы бойынша. Сонда ұлым экономиканы бітірді, Қазақ Британ техникалық университетінің экономика факультетін. Сонымен бітірген соң айтады ғой, папа, мен мектепке мұғалім болғым келеді дейді. Мен айтамын, сен жоғары оқуына барсың. Жоқ, жоғары оқуына бармын, мен мектепке мұғалім болғым келеді дейді. Содан енді шыны керек, мен мұғалімдікке жіберіп нетпедім. Ол болғым келеді, енді барсаң бар дедім. Бірақ енді жаңағындай не жасамадым, қатты не жасамадым, талап қоймадым, барсаң бар не деп. Сонан кейін осы бір 3-4 жыл бұрын сөйлестім тағы. Ербол, сен осы мұғалім боламын дейтін ең ғой. Сол әлі бар ма, мұғалім боласың ба десем айтады. Ой, жоқ, қазір болғым келмейді. Неге десем айтады. Мен қазір осы істеп жүрген саламның жақсы қызық екенін көрдім дейді. Бұрын сен мұғалім боламын дейтін едің ғой десем айтады. Бұрын мен үйде ылғи еститінмін дейді. Еститін мұғалімдік мамандық туралы. Мамам екеуміздің айтатынымыз осы дейді. Одан кейін сізде мен көп естимін дейді. Сөйлеген кезде естимін. Сізге қарап мен қызығатым дейді. Сонда балам маған қызығып мұғалім болғысы келеді екен. Қызым да солай болды. Тамаша. Бірақ екеуі де мұғалім емес те әзір. Бірақ қызығушылықтың оянғанының өзі, сонда айтады, мен дейді, ұлым айтады, әке, мен сіз сияқты ұстаз болуға тырысатым дейді. Себебі үйде ылғи айтатыныңыз ұстаз, сізге қарап мен ұстаз болғым келген. Қазір мен басқа салада да қызықты сала бар екенін мен қазір уже білемін. Сонда мен мұғалім болмаймын дейді. Жаңа сіздің бір сөзіңізден мынандай ойыма түсіп отырғаны, өткенде бір жетістікке жеткен осындай мықты азамат айтады, біз Алладан пендешілікке салынып автокөлік сұраймыз, үй сұраймыз дейді, одан да қабілет сұра дейді, сүйкімділік сұра, қоғамға мені пайдалы етші деп бойыңа ерекше бір қасиет сұра дейді. Шынымен де жақсы мықты мұғалім болсаң, неге сенің әлеуметтік жағдайың нашар болады, иә? Сұранысқа ие болатын маман болуға тырысу керек. Жақсы, енді өзіңіз осы әдемі сұхбатымызды тұжырымдап, жас мамандарға, болашақ педагогтарға жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Жақсы, рахмет. Енді бағанағы біраз уақыт болды айтып атқан сөзімізге ден. Енді мен мынаны айтар едім, мынаны тілер едім балалар, жастарға. Әрине, қазіргі кездерде барлық салада қиындық болды. Ол мұғалімдік кәсіпте де, басқа кәсіпте де. Мысалы, біреулер айтады, банк саласында жүргендер үлкен ақша алады деп. Бірақ банкке бастаған адамдар, мысалы, 50-60 мыңмен бастайды. Тура мектептегі сияқты сондай жағдаймен бастайды. Егер ол жақсы маман болса, ол кейін артуы мүмкін. Біз кейін көреміз, тек қана оның үлкен еңбек ақылатын бір аз ғана адамды ғана көреміз. Оған бірақ жету үшін үлкен жол. Сол сияқты тура мұғалімдік салада да осындай нәрсе. Сондықтан мұғалімдік кәсіптен таңдады ма, осы кәсіпті енді ары қарай жалғастыру керек. Жалғастыру үшін даму керек. Яғни жоғары оқу орнында алған білім ол жеткіліксіз. Өмір бойы оқу принципі бар.
осы өмір бойы оқуға үйреніп керек. Қазір бүкіл әлемдегі ең бірінші трендтің бірі өмір бойы оқу деген бар. Ол қай салада болсын, ол неде болсын, барлық салада да болсын. Әсіресе сондықтан мұғалім үшін білімін көтеру қажет. Яғни мынау біліктілікті арттыру дегенде мынандай нәрсе бар. 4 жағдай бар екен де білімді. Бірінші курстар арқылы дамытуға болады, екінші мектептегі құжаттарды оқу арқылы дамуға болады, үшінші әріптестер арқылы дамуға болады, төртінші ең жақсы, ең тиімді әдістің бірі бұл өз бетінше білім алу екен. Самообразование. Бұл барлық курстан да, әріптестерден де, басқа нәрседен де өте жоғары тұрады. Себебі самообразование сен өз біліміңді өзің көтересің, не саладан сенде кемістісің бар, сол салаңды дамытуға өзің мүмкіндік береді. Сондықтан білімдеріңді жетілдіріңдер. Яғни өз беттерінше оқуға талпыныңдар. Біреу сендерге дайын білімді бермеуі мүмкін. Берген күннің өзінде ол сізге қажет білім болмауы мүмкін. Менің айтқан нәрсем оған қажет болмауы мүмкін. Ол менен де жақсы білуі мүмкін. Сондықтан өзіңе не жетпейді, не нәрсе саған қажет, осы нәрсені дамыту керек. Сол кезде жақсы кәсіп, жақсы маман боласың. Деп тілек айтарым. Тамаша. Құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Берік мырза, өзіңізге құнды кеңесіңіз бен пайдалы пікіріңізге мыңдаған алғысымызды білдіреміз. Келесі шығарылымда жүздескенше аман саулықта болыңыздар.